Атбасар өңірінің сот саласында 30 жылдан бері сот жүйесінің дамуына үлес қосып келе жатқан тәжірибелі, білікті де білімді, көпке үлгі боларлық маман Алмасгүл Дүйсенғалиқызы. Білікті іскер алғашқы еңбек жолын 1994 жылы Қызылорда қалалық сотының бас маман сот отырысының хатшысы болып бастаған. Еңбек өтіліміне 30 жылға таяу уақыт болды. Қазіргі таңда Қызылорда облысы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының бас маман сот отырысының хатшысы болып қызмет атқарады. Бас маман сот отырысы хатшысының функционалдық міндеттеріне судьяның істі қарауға әзірлеу кезіндегі шараларды атқару, іске қатысушыларды шақыру, сот мәжілістерінде дыбыс, бейне жазба құралдарын қолдану, заңды күшіне енген сот актілерін орындауға жолдау және тағы да басқа міндеттер жүктелген. Алмасгүл Дүйсенғалиқызы өзінің мейірбандығымен, ал қызметте тәжірибесімен және талапшылдығымен айрықшаланады. Көзі көрген ардагер қызметкерлерден білгенін жас мамандарға үйретуден жалыққан емес. Сот саласының өткені мен бүгінін қатар көрген білікті маман. Тек мемлекеттік қызметкер ғана емес, аяулы ана. Әріптестерінің айтуынша ол мамандығын сондай жақсы көретін жан. Сәйкесінше лайықты марапат биігінен де көп көрінді. Дәлірек айтсақ, 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күніне орай қала әкімінің алғыс хатымен, 2016 жылдың үздік хатшысы номинациясымен, Қызылорда облысы әкімінің алғыс хатымен, сондай-ақ Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалімен және тағы да басқа марапаттардың иегері. Алмасгүл Дүйсенғалиқызын 24 маусым судья және сот қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. 30 жылға жуық еңбегі еселене берсін, қызметте жалпы өмірде абыройы асқақтай берсін дегіміз келеді.